кетті ғой фура. Паровоз екен ғой. Обал болған екен. Түк қалмапты ғой. Түк қалмапты ғой. Обал болған екен. Түгі қалмай жанып кетті ғой. Тауармен бәрімен жанып кеткен шер, наверное. Құдай сақтасын. Өте қиын. Грузовой айдауда оңай емес. Алла сабыр берсін енді ол жігітке. Өте қиын. Осы күн жылынса неге қамысты өртейді? Кім біледі, мына түтінді қарағанда қаяққа дейін кетіп жатыр. Қамыстардың бәрін жағып жатыр бұрқыратып. Түгін қалдырмай жағып жатыр қамыстар. Біз дайынбыз ертең Құдай қаласа үйге барғаннан кейін бір-екі күн демалып машина дайын болады. Алдымда 3 эвакуатор кетіп бара жатыр алдымда. Бұл Қытай жақсы болды ғой деймін да, Қытай. Газына бәріне жұмыс беріп жатыр. Газельдердің өзі эвакуатор болып прицеп тіркеп артынан Москваға машина тасып жақсы ақша тауып жатыр жігіттерге. Молодец. 3 эвакуатор кетіп бара жатыр ғой. Біреуі 2 машинелік прицеппен артында, екеуі бір машинелік прицеппен. Кетіп бара жатыр солай. 3 эвакуатор. Жақсы деймін бе негізінде. Мерседесті де эвакуатор қылып жібереміз ба деп қоямын. Артына 3 машина, алдына 2 машина кетсе 5 машинамен. Нормальный бола ма, қалай ойлайсыздар? 5 машина таситын қылып эвакуатор қылып жіберсек. Осылай жүре берген дұрыс па? Сөйтіп кетіп бара жатырық міне. Қанша күннен үйде жатып әйтеуір бүгін грузымыз болып груз тауып шықтық қой жолға. Сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Жол деген жақсы. Жел болып жатыр, что-то жел деген басылмай жатыр неге екен. Жел деген масқара болып жатыр, басылмай жатыр. Енді күн осыйтын жарайында сәл қалды ғой енді. Аз-ақ қалды енді. Мерседес. Балон жарылып қапты екен Мерседестің. Танкраты жоқ. Голосова кетіп тұр жолда. Танкрат беріп жатыр соған. Ой, танкрат. Ар жақ балон кетіп қалды ма? Ар жақ балон кетіп қалды ма? Мынадан кірадыңыз көтермейді ғой деймін. Мен екіншіден біраз күтім анау не істеуге білем. Машиналардан бөлек пиздец жүреді мына, сука.
Лопата неме екен? Вообще протектор. Қалмағанға протектор вообще. Ой, сапарлық түсіп қалған. Ama böyle ekan. Kama bo'lam. Dıştayım ekan. Dıştayım tamam. Гаи тұрып ана жерге. Өмірі гаи тұрмайтын. Соған тоқтатып алған ау деймін, походу. Мигалкамен тұру керек қой негізі машина, гаидің машинасы тұратын болса. Без мигалки тұрды. Істеп тұрғандарын. Неге осы мигалкасыз тұрады екен деймін да бұл кісілер. Мигалкасы тұрса запрещен тұруға болмайды, оларға мигалканы қосып жүру керек дейді. Бұлар мигалкасы жұмыс істейді. Бәрі әйтеуір водительден алуға құмар бәрі. Не болса да. Алдымда кетіп баратқан КамАЗ. Менен ауын жасап өтті газелдің алдында. Менің скоростым мынандай кетіп баратқан скоростым. Ана КамАЗ нешемен кетіп баратыр дейсіз сендер? Жаман қатты жүреді екен. Анау шаламда КамАЗда мына кетіп баратқан. Анау бір овыш тасып жүрген КамАЗдар бар ғой Шымкенттен. Ағаш кузовпен. Еңбектеп кетіп баратады ғой солар. Мына КамАЗың менен озып кетті ғой. Мен өзім 80-мен кетіп баратырмын, ол 90, 100-мен кетіп баратқан шығар, наверное. Зуы да қалды ғой жағынан. Назар жоқ дедім. Назар жоқ дедім, молодец КамАЗ. Қатты жүреді екен. Мына жерде мен түнде өткенде ана жерде кобальт жатқан. Алып кетті кобальтты. Мына жерден тоқтап үлгере алмайды. Или шаршап келеді ғой түнде көбісі. Ана жерде кобальт жатқан түнде көрген кезде. Алып кетті ғой. Алып кетті, топырағын төсеп қойыпты ғой жерге. Топырағын бәрін төсеп қойыпты. Кобальт шашылып атқан алды бәрі быт-шыт болып. Топырағы бәрі шашылып атыр. Знақты да дұрыс қоймай ма біздің Казавтожол? Всегда осылай объезд жасайды, объезді всегда осындай бірдеңе болып атады ғой. Бір машинаға далып атады.
birdengi bo'lib atadi aytadi. Bilmayman ғой. Alloh yo'llarını bersin endi, aman esen жетip alыңlar. Негізінде в общем новый асфальт деп баса бермеңдер да жігіттер. Кішкене білмейтін жолдарың болса қарап айдаңдар. Сол дұрыс негізі қарап тоқтай алатын скоростьпен жүрген дұрыс. Аты жол дегенде сенім жоқ қазір. Асфальтқа да сенім жоқ. Өзімен өз бітіп қала салады ғой. Сондықтан да байқаңыздар.